Құрметті әріптестер, бүгінгі диссертациялық кеңестің жұмысын бастауға жеткілікті кворум бар. 22 кеңес мүшелерінің 15-і қатысып отыр қазір. Қалған кеңес мүшелері жаңағы кейбір белгілі себептермен, яғни біреуі командировкада, біреуі жаңағы ауырып жатыр, соған байланысты қазір қатыса алмай отыр. Жалпы кеңестің жұмысын бастауға ұсыныс бар. Келсем дегендеріңіз қол көтерулеріңізді сұраймын. Кеңес жұмысы ашық деп жарияланады. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, бүгінгі күн тәртібінде физика мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алуға ұсынылған Уәлиханова Баян Сапарбекқызының медициналық жоғары оқу орнында физиканы кәсіби бағытта оқытудың әдістемесі тақырыбында диссертациялық жұмысы қорғауға ұсынылып отыр. Диссертация Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінде орындалған. Ғылыми кеңесшілері Тұрманбеков Төлебай Әбдірахманұлы, физика-математика ғылымдарының докторы, доцент Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің физика кафедрасының меңгерушісі, екінші жетекшісі Байзақ Үсен Ахметұлы, педагогика ғылымдарының докторы, Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің доценті, Румбешта Елена Анатольевна, педагогика ғылымдарының докторы, Томск мемлекеттік педагогика университетінің жалпы физика кафедрасының профессоры, Ресей Федерациясы. Ресми оппоненттері, ресми рецензенттері Қанат Мұқашұлы, физика-математика ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті физика-техникалық факультетінің профессоры, Қазақстандағы белгілі ғалым, белгілі әдіскер, Шүйіншіна Шолпан Мырзақасымқызы, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы жаратылыстану математикалық білім зертханасының меңгерушісі. Рецензенттер мәжіліске бүгінгі қатысып отыр, диссертация қорғауға алғашқы рет ұсынылып отыр. Күн тәртібі бойынша диссертациялық кеңес мүшелерінің пікірлері болатын болса, пожалуйста, бүгінгі күн тәртібі болса. Бір ғана сұрақ бүгінгі. Онда ұсыныс жоқ болатын болса, онда кеңес жұмысын ашуға ұсынылады. Сөз Уәлиханова Баян Сапарбекқызының жеке іс қағаздарымен таныстыру үшін диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Тұяқ Бейсенгелді Албайұлына беріледі. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, сіздерді диссертациялық кеңестің ережелеріне сәйкес докторант Уәлиханова Баян Сапарбекқызынан кеңеске келіп түскен жеке материалдарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Докторант туралы мәліметтер: Уәлиханова Баян Сапарбекқызы 2004-2008 жылдары Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінде физика мамандығы бойынша бакалавр білімін алған. 2008-2010 жылдары Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің физика мамандығы бойынша магистратурасын оқып бітірген. 2010-2013 жылдары Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті физиканың оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасының оқытушысы қызметін атқарған. 2013-2016 жылдар аралығында Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің физика мамандығы бойынша PhD докторантурасында білім алды. Диссертациялық кеңестің ережелеріне сәйкес докторанттың жеке іс қағаздарында келесі құжаттар бар: түптелген және электронды нұсқадағы диссертацияның 3 тілдегі аңғартпасы, жұмыс орны мөрімен бекітілген отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілердің пікірлері. Сонымен қатар Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің ғылыми ісі жөніндегі проекторының қолымен бекітілген физика кафедрасының кеңейтілген мәжілісінің қорытындысы мен қорғауға ұсыну туралы хаттамасы, ғалым хатшысымен қолымен бекітілген ғылыми еңбектердің тізімі және олардың көшірмелері. Жалпы докторант Уәлиханованың зерттеу жұмысы бойынша барлығы 18 ғылыми еңбектері жарық көрген. Оның ішіндегі Scopus базасына енген ғылыми журналда 2 мақаласы, Қазақстан Республикасы білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдарда 3 мақаласы, Қазақстанда және шетелдерде өткен халықаралық ғылыми практикалық конференциялар жинағында 9 мақаласы, республикалық ғылыми журналдарда 1 мақала, шетелдік ғылыми журналдарда Ресейде 2 мақаласы жарияланған. Сонымен қатар 1 оқу әдістемелік құралының авторы. Жалпы диссертациялық жұмыс тақырыбы және ғылыми кеңесшілерін бекіту туралы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің бұйрығының көшірмесі бар.
Диссертациялық жұмыс талқылаудан өткен осы кеңестің ғылыми әдістемелік семинарының хаттамасы, диссертацияны қорғауға жіберу туралы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің бұйрығының көшірмесі, диссертацияны қорғауға қабылдау мәжілісінің хаттамасы, мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығының докторант жұмысының диссертация қорымен сәйкестігі айқындалмағандығы туралы анықтама, ресми рецензенттердің пікірлері бар. Сонымен қатар Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің сайтына орналастырылған диссертациялық жұмысқа оң баға берген бейресми рецензент Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің профессоры, педагогика ғылымының кандидаты Ботағалиевтің пікірі бар. Жалпы докторанттың жеке іс қағаздарының қосымша берілген еңбек кітапшасының көшірмесі, оқу орнының мөрімен расталған докторантура бітірген білім беру бағдарламасын толық игергендігі туралы транскрипт көшірмесі, нотариалды расталған бакалавр мен магистр жоғары білім туралы дипломдары мен қосымшаларының көшірмелері бар. Диссертациялық кеңестің ережелеріне сәйкес Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің және Қазақстан Республикасы білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің интернет ресурстарында келесі ақпараттар орналастырылған: қорғау туралы хабарландыру, диссертацияның 3 тілдегі аңдатпасы, отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілердің пікірлері, ғылыми еңбектерінің тізімі, ресми рецензенттердің пікірлері. Диссертант Уәлиханова Баянның құжаттары Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің талаптарына сәйкес келеді. Құжаттар бойынша ізденушінің сұрақтар болады ма? Онда сөз диссертациялық жұмыстың мазмұны бойынша Баян Сапарбекқызына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері. Бүгінгі тақырыбымыз медициналық жоғарғы оқу орнында физиканы кәсіби бағытта оқытудың әдістемесі тақырыбында. Қаттырақ сөйлеңіз. Жалпы білім беруді жаңғырту тенденциялары болашақ мамандардан жаңартылған сапалы біліммен қоса жоғары кәсіби ұтқырлықты ғылыми-техникалық және заманауи ақпараттарға өз бетінше бағытталуы кәсіби білімін үнемі толықтырып және жаңартуды талап етіп отыр. Елбасының жалпы әр жылғы Қазақстан халқына арналған жолдауында халықтың денсаулығы басты міндеттердің бірі болып қарастырылатындығын байқауға болады. Осы міндеттерді іске асыру денсаулық сақтау қызметкерлерінің, оның ішінде дәрігерлердің алдында тұрған міндеттің бірі. Олай болса, болашақ дәрігерлерді заман талабына қанағаттандыратындай нарықтық қарым-қатынастыққа бәсекелестікке төтеп беретіндей деңгейде дайындау медициналық жоғарғы оқу орны алдында тұрған үлкен міндеттің бірі болып табылады. Осыған орай зерттеу жұмысымыздың мақсаты медициналық жоғарғы оқу орнында физиканы кәсіби бағытта оқытудың әдістемесін теориялық негіздеу деп алып отырмыз. Ал осы жұмыстың зерттеудің міндеттері ретінде медициналық жоғарғы оқу орнында физикалық білім беру мазмұнын айқындау, келесі физикалық білім берудің медицинаға қатысты маңызды бөлімдерін іріктеу және оны теориялық негіздеу, медициналық бағытта физиканы оқыту әдістемесін жасау және оның тиімділігін тәжірибе жүзінде дәлелдеу. Келесі зерттеудің ғылыми жаңалығы ретінде былай істейік, кешіріңіздер, кеңес мүшелері. Барлығының қолында аңдатпа бар. Бүкіл ғылыми аппараты бар диссертацияның. Сіз мазмұнына көшсеңіз. Хорошо. Ғылыми зерттеудің зерттеу жұмысының бірінші тарауында медициналық жоғарғы оқу орнында физиканы кәсіби бағытта оқытудың әдістемелік негіздеріне және физиканы оқыту мазмұнының қазіргі жағдайы мен физиканы кәсіби бағытта оқытудың қажеттіліктеріне баса назар аударылды. Жалпы педагогикалық ғылыми зерттеулерде кәсіби бағытта оқыту ұғымына көптеген анықтамалар берілген. Шетелдік ғалымдардың берген анықтамаларына сәйкес кәсіби бағытта білім беру дегеніміз бұл кәсіби білім берумен ұштасқан ғылымдар негіздерін оқыту теориясы десе, ал отандық ғалымдар, оның ішінде Тоқбергенованың еңбектерінде кәсіби бағытта білім беруді оқытудың басты мақсаты студенттердің кәсіби өзін-өзі анықтауға арналған құзыреттілігін қалыптастыру, болашақ кәсіби қызметінің бағытын саналы түрде жетілдіруге қажетті ресурстармен қамтамасыз ету делінген. Осыған сәйкес біз зерттеу жұмысында кәсіби бағытта оқытуға өз анықтамамызды беріп көрдік. Ол білім алушының меңгерген білімі, біліктілігі мен дағдыларын өз кәсібінде, сонымен қатар өмірдегі практикалық және теориялық тапсырмаларды шешу үшін қолдана алу қабілеті деп ұсынып отырмыз. Жалпы осы физика пәні медициналық жоғарғы оқу орындары құрылған сәттен бастап жалпы физика білім беретін блок құрамына енетін болған. Бертін келе оны кәсіптендіру мақсатында жаңа тарауларды енгізілді. Олардың ішінде атап өтетін болсақ, адам ағзасының рычагтық
жүйесінің механикасы, жүрек пен қан тамыр жүйесінің гидродинамикасы, жүрек клапандарының жұмысы, ағзаның физикалық тұрғыдан термореттелуі, жылу тепе-теңдігі мен балансы, көздің оптикалық жүйесі, есту аппараттарының акустикалық жүйесі сияқты тараулармен толықтырылып отырған. Жалпы физика техникалық сала бойынша фундаменталды білім ретінде қарастырылатын физика пәні 70-80 жылдардан бастап медициналық физика және медициналық техника негіздері деген атауға ие болса, бертін келе қазіргі күндері медициналық биофизика деген атауға ие болған. Жаратылыстану ғылымдарының негізі ретінде физика болашақ дәрігерлерге адам ағзасының негізгі жүйелерін функциялау туралы базалық бейнені қалыптастыру үшін болашақ дәрігерлік іс-әрекеттерде осы бейнені саналы қолдану қажеттілігі туындайды. Яғни ол шындығында келетін болсақ, медициналық көмек сапасының талаптың өсуі мен медициналық технологияларды жетілдіру жаратылыстану ғылымдарының соңғы жаңалықтарына негізделетіні білінеді. Енді жалпы медицина мамандығында бірінші курстарға өтілетін медициналық биофизика пәнінің тақырыптық қазіргі күнде оқытылып жүрген жоспарының үзіндісі келтірілген бұл жерде. Ол 3 кредит бөлінген, жалпы дәріс тәжірибелік және практикалық сабақтарына. Бұл бағдарламаны талдау бізге мына жайтты көрсетті. Студенттердің болашақ кәсіби іс-әрекетінде медициналық компонент жүзеге асып тұр. Бұл бағдарлама бойынша және сонымен қатар бағдарлама физиканың медицинада қолданылу негіздерін жүйелі меңгеруін жүзеге асыратын тәсілдерге ие емес екендігін де көрсетті. Себебі медициналық зерттеуде, науқасты емдеуде және диагностикалауда студенттердің өздері жалпы процесте организмге қандай да бір физикалық әсердің қолданылуы толық көз жеткізе алмайды. Яғни медициналық және биологиялық физика курсындағы кәсіби бағыт принципі тиімді түрде жүзеге аспай тұрғандығын байқауға болады. Сонымен қатар біз келесі медициналық биофизика пәнінің типтік бағдарламаларына ұсынылған кәсіби пәндерін де ескердік. Ол пәндер ретінде осы медициналық жоғарғы оқу орындарында жоғарғы курстарда өтілетін кәсіби пәндері ішкі аурулар, хирургиялық аурулар, акушерия және гинекология, балалар аурулар сияқты үлкен ауқымда пәндерін талдау жүргіздік. Ол талдауда жалпы талдау мақсаты осы аталған клиникалық пәндерде оқулықтарда қолданылатын түрлі физикалық құбылыстардың және ол әдістерді тікелей медицинада, оның ішінде түрлі ауруларды анықтауда қолданылуын және оның қажеттілігін анықтау болды. Яғни мына кестедегі үзіндіде байқайтын болсақ, диагностикалық әдіс ретінде мен кішігірім ғана қосып өттім. Бұл жерде аскультация арқылы өкпе пневмониясын анықтау, фонокардиограмма арқылы қолқа қақпақтарының ақауларын анықтау және жас бала гемоглобин шамасын өлшеу. Бұл жерде бұл анықтаулардың диагностиканың ішіндегі жатқан физикалық құбылыс, бұл турбулентті ағыс, дыбыстың физикалық шамалары, яғни қаттылығы, тоны, тембрі және шу физикалық ұғымы қолданылады және үшіншісінде Кулон заңы. Ал үшінші бағанда біз физикалық тұрғыдан диагностикалық көріністерді түсіндіруін атап өттік. Яғни ол жерде бірінші аскультация арқылы өкпе пневмониясын анықтауда патология әсерінен өкпе бронхысы суықтаған, яғни патология деп отқанымыз жаңағы ауруға ұшыраған жағдайында оның көлденең қимасы тарылады. Яғни ол жердегі ағын турбулентті ағысқа айналады да ол өзіндік бір дыбыс шығарады, өте жуан немесе жіңішке түрінде. Сол арқылы физиканың медицинада қолданылуын анықтауға болады. Және жас баланың гемоглобинін анықтауда электрофореза арқылы гемоглобинді бөліп аламыз, яғни оның заряды өзгеше екендігін тез арада байқауға болады. Яғни осы сынды біз бірнеше көптеген физикалық құбылыстарға талдау жүргіздік. Және бұл аталған оқулықтарда жүргізген зерттеулеріміз клиникалық оқу құралдарында тек диагностикалық іс-әрекеттерде ғана қарастыратындығын, ал физикалық факторларды емдеу ісінде қолдану арқылы ешқандай мәлімет жоқ екендігін көрсетті. Және физика пәні жоғарғы оқу орны студенттеріне болашақ дәрігерлерге кәсіби бағытта оқытуда осы анықталған жайттерді ескере отырып, әлі де болсын толық зерттеуді талап ететінін атап өткен дұрыс. Себебі біз тек қана 4 клиникалық пәнді ғана зерттеу арқылы осы нәтижені алып отырмыз. Ал медициналық жоғарғы оқу орнында бұдан да көп кәсіби пәндер өтіледі. Сонымен келесі бұл зерттеу нәтижесі бойынша тағы да біз сараптай келе медициналық жоғарғы оқу орнында оқылатын физиканың типтік бағдарламасымен қоса осы ұсынылған негізгі оқулықтарды салыстыра отырып
мына кестеге тоқталдық. Бұл жерде медицинада диагностикалық мақсатта қолданылатын физикалық заңдылықтарды жеке бөліп алдық. Дыбыс, ультрадыбыс, оның ішінде радиоактивтілік, ультрадыбыс әдістері, яғни олардың физикалық факторларды қолдану туралы типтік бағдарламадағы нұсқауларда мәлімет жоқ екендігі анықталды. Тек пәндерде өтілу барысында олардың дыбыстың физикалық сипаттамалары берілгендігі және оған мысалдар келтірілмегендігі анықталды. Яғни бұл талданған мәліметтерді ескере отырып, жалпы медицина мамандығы бойынша медициналық факультет студенттерінің стандартқа сай диагностика бойынша белгілі бір білім мен біліктілікке ие болу қажет екендігі не көз жеткізуге болады. Яғни заманауи диагностикалау үшін емделушінің зерттеу нәтижесін алуға түрлі медициналық техника көмегіне сүйену керек екендігі де айқындалады. Осыған сай біз зерттеу жұмысымыз барысында элективті курсты ұсынып отырдық. Элективті курстың атауы медициналық мамандықтарға арналған физика. Оның мақсаты осы студенттерде диагностикалық әрекеттер мен әдістерді, медициналық техникаларды қолданудың теориялық және практикалық жүйесін қалыптастыру арқылы болашақ дәрігерлер мамандығына қажетті кәсіби дайындық пен біліктілікті жоғарылату болып табылады. Оның тақырыптық үлгісінің жоспарынан үзінді келесі. Мына слайдта көрінген, яғни бұл жерде біз ішкі аурулар, хирургиялық аурулар және балалар аурулары диагностикада қолданылатын физикалық факторлар, оның ішінде бірінші дыбыс, толқын, тұрақты және айнымалы ток, яғни осы ұғымдарды бірінші қолдану арқылы, одан кейін барып, яғни физиканың бірізділігін сақтау арқылы ұлпаның қасиеттеріне көшу керектігін алға тарттық. Оның, яғни біздің ұсынған элективті курсымыздағы жаңа мәліметтерді салыстырмалы түрде қандай мазмұндарға жаңартқанымызды келесі слайдтан байқауға болады. Бұл жерде біз салыстырмалы түрде медициналық биофизика мен медициналық мамандыққа арналған физика элективті курсының салыстырмалы кестесінен үзінді қойдық. Яғни, егер де медициналық биофизика пәнінің бірінші тақырыбында байқасаңыздар, биологиялық мембранадан бірден басталып кеткен, яғни оның құрылысы, қызметі және түрлері және заманауи әдістері келтірілген. Ал бұл ұғымға ену үшін біз бірінші дыбыс, толқын, тұрақты, айнымалы ток, кедергі, потенциал, импеданс, иондаушы сәуле және тағы басқа физикалық құбылыстардың сипаттамаларын қолдану арқылы биологиялық мембрананы конденсаторға ұқсас деп санап, оның электр сыйымдылығын өлшегенде биқабаттан тұратындығын дәлелдеуге болатындығын көрсеттік. Келесі слайд. Жалпы бұл элективті курсты жүргізу барысында біз белгілі педагогикалық оқыту әдістерін қолдандық, яғни жобалау технологиясы, проблемалық оқыту технологиясы және гипотеза құру. Ғылыми жұмыста физика пәнін оқытудағы әдістерде қолдануда келесі талаптар ескерілді. Яғни ол физика пәнін оқыту үрдісінде бірнеше әдістерді ұштастыра қолдану, қолданылған оқыту әдістері студенттердің ойлау қабілетін, танымдық іс-әрекетін, білімін, өзіндік жұмысын істеу қабілетін болашақ мамандығында қолдана алуын ескеру және физика пәнінде меңгерілетін білімдерді медициналық техникаларда қолдану қабілетінің қалыптасуын ескеру. Яғни біз жобалау технологиясы арқылы осы студенттердің өзіндік ізденуіне және іздену барысында олардың алған теориялық білімдері практикада және ертеңгі оқу ісі практикасында және оқуын бітіргеннен кейін болашақ кәсібінде қолдана алуын алға тарттық. Проблемалық нәтижелерге көшіңізші. Келесі. Жалпы осы педагогикалық тәжірибеде 2013-2016 жылдары Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде жүргізілді. Және ол жерде біз бақылау және эксперименттік топтарды бөліп алдық. Жалпы 55 студент қатысты, оның 27-сі бақылау тобында, ал 28-і эксперименттік топта болды. Олардың біз кәсіби бағыттау компоненттерін 3 деңгейде алдық: мотивациялық, мазмұндық және іс-әрекеттік. Мотивациялық әрқайсысын біз жоғары, орта, төмен, яғни алғашқы эксперимент жүргізу барысында біз 3 кезеңде болды: айқындаушы, қалыптастырушы және бақылаушы. Айқындаушында біз ең алдымен студенттер жалпы осы физиканың болашақ мамандығында қажет болатындығын сезінеді ме екен деген мақсатта оларға бірінші сауалнама жүргіздік. Одан кейін біз еңбек өтілі 3 жылдан төмен жас дәрігерлерге де сауалнама жүргіздік. Яғни ол оқу барысында алған біліміңізді осы практикада қолдана алдыңыз ба? Жалпы ол кездегі білмей қалған жаңағы саңылауларды кейін толтыра алдыңыз ба? Яғни ол қажет болды ма деген сында сауалнама жүргізілді. Оның нәтижесінде
физиканың өзінің медициналық іс-әрекетінде байланысын көрмегенімен, жалпы осы медициналық техникалардың, аппараттардың және сол арқылы жүргізілетін оталардың қалай жүретіндігін қызығушылығы байқалды. Соның салдарынан келесі слайдта осы жаңағы алдыңғы кестенің диагностикасы көрсетілген. Бұл кестеде кәсіби бағытта оқыту көрсеткіштерінің бірқалыпсыздығы көрініп тұр, яғни бақылау тобы мен эксперимент топтың экспериментке дейінгі алған нәтижесі және эксперименттен кейінгі нәтижесі. Яғни эксперименттен кейінгі нәтижесінде жоғарғы білімін жетілдірді деп есептеуге болады, себебі жоғарғы балл жинағаны жасыл түсте, орташа баллды жинаған көгілдір түс, одан кейінгісі ашық көк түсте. Яғни нашар білімін нашар қабылдады деген студенттердің саны азайды. Сонымен, бұл қатынастық шкаланың өлшеу мәліметтерінде біз Вилкоксон-Уитни критерийларын қолдандық. Бұл критерийлер ұсынылып отырған әдістеменің екі топ үшін қалай меңгерілгендігін анықтау үшін қолданылды. Сол арқылы біз оның формуласын сала отырып коэффициенттерін анықтадық. Бұл коэффициенттерге сай бұл өңдел жалпы осы медициналық жоғарғы оқу орнының студенттеріне физиканың кәсіби бағытта оқытудың тиімділігі соңғы жүргізілген педагогикалық экспериментте дәлелденді. Және егер де біз осы медициналық биофизика пәнімен қатар ұсынылып отырған элективті курсты қолдана бірлесе отырып оқытатын болсақ, студенттердің алған білімі болашақта практикалық іс тәжірибесінде және медициналық іс-әрекетінде үлкен үлесін қосады және білікті маман дәрігерлер көбейеді деген сөз. Баяндама аяқталды. Ізденушіге сұрақ болған болса, бір ауыз сұрақ беріңіздер. Кеңес мүшесі. Бірінші сұрақ, мынау физика мамандығы, физика пәні. Енді медициналық мамандықтардың бәріне керек, бәріне қажет. Ол белгілі. Біреулер арнайы оқиды. Мамандыққа байланысты, физика мамандығына байланысты. Жаңа өзіңіз айтпақшы, прибор пайдаланудан басқа, тағы да басқалардан арнайы мамандықтар бар, арнайы дайындайтын. Олар терең оқу керек, терең білу керек. Заң физиканың заңында прибордың істеуінде, оны қалай қорытындылау керек екен. Одан басқа тағы да жалпы мамандықтар бар, диагностикалық мамандықтар. Ол физиканы өйтіп терең білмесінде жаңағы білу керек негізін. Сонда менің сұрағым, қандай мамандыққа сіз зерттедіңіз, қандай мамандыққа байланысты зерттедіңіз? Медицина. Или жалпы, медициналық. Или жалпы зерттедіңіз. Бір, екінші. Мына менің бар сұрақты айтамын. Екінші, білім беру, физика, білім беру мазмұнын анықтаймын дедіңіз. Соның, мысалы үшін, бір қандай мамандық специалисті алып алдағы, соған сол физика пәнінің мазмұнын анықтап айтып берші, қай жерде, қалай? Қандай пәндер жүру керек, электричество жүру керек, оптика жүру керек, тағы басқа. Физиканың қандай бөлімдері жүру керек? Бөлімдері жүру керек. Сосын мен түсінбегенім, ана сұрап зерттегендеріңіз түсінікті, не сұрағандарыңыз. Енді білім деңгейін сұраған шығарсыз, білетін деңгейін физиканы, медицинский жұмыскерлерді. Бірақ сол әдістеме, оқу әдістемесін жасау дедіңіз. Оқу әдістемесі қандай мамандыққа жасадыңыз? Оның негізгі концепциясы неде? Сіздің кіргізген әдістемедегі жаңалығыңыз қандай? Соны үш сұрақ. Пәні бірінші курстардан бастап оқылады, яғни медициналық жоғарғы оқу орнында алғашқы 5 курс ол жалпы медицина мамандығынан өтеді. Одан кейін 3-ші курсқа дейін олар общий жалпы пәндерді өтеді, одан кейін барып уже мамандандырылады. Яғни оқуға жаңадан түскен студент әлі қай мамандықты толық таңдағандығын білмейді. Яғни біз сол аралықта медициналық биофизиканы өткізіп, содан кейін медициналық мамандықтарға арналған физика деп жалпылама бердік. Яғни ол жерде біз физиканың барлық тарауларын қамтуға тырыстық.
ультрадыбыстық медицина механика тараулары бойынша, оптика тараулары бойынша және электр магнетизм тараулары бойынша біз мәліметтерді толық жеткізуге тырыстық. Яғни оны сіздің жаңағы сұраған екінші сұрағыңызға қарай жалғастырып кетерсің ғой. Білім беру мазмұнын анықтаған кезде біз жаңа атап өттім 4 кәсіби пән дедім. Ол яғни жоғарғы курс 3-5 курс, 3-ші курстан кейін олар уже мамандықтарын айқындай бастайды. Яғни ол балалар ауруына, болмаса хирургиялық ауруға баратынын уже анықтайды. Одан кейінгі өтілетін кәсіби пәндердің 4-еуін ғана қарастырдық біз. Соның өзі үлкен ауқымды мәліметтерді қамтиды. Ол жаңа атап өткенім хирургиялық аурулар, ішкі аурулар, балалар аурулары және гинекология мен акушерия мамандықтарына өтілетін пәндердің ішіндегі физикалық түсініктердің оқытылуы. Үшінші сұрағыңыз, білім деңгейін физикалық оқытудағы негізгі концепциясы дедіңіз. Бұл негізгі концепция осы жалпы алған физикалық білімін ертең дәрігер болған кезде дұрыс диагноз қою үшін де әдістеменің концепциясы. Әдістеменің концепциясында әдістеме ұсындық дедіңіз ғой. Жаңа әдістеме қандай, в чем заключается сол жаңа әдістеме деді ғой? Қандай әдістеме? Сабақты өту барысында біз әр тақырыпты 2-3 әдістемені ұштастыра отырып қолдануға тырыстық. Ол жобалау технологиясы, проблемалық оқыту технологиясы, яғни әр сабақты өткен кезде біз жаңа мәліметті бермес бұрын бірінші проблемалық жағдай туғызып, соған студенттердің өзіндік білімін бірінші бір-бірімен салыстыра отырып, жауап бере отырып, іздене отырып, соның нәтижесіне жеткен кезде уже оларда ізденушілік қабілеті пайда болады да, алған білім тереңірек және ұзағырақ сақталады. Яғни ол жаттанды түрде болмайды. Сол үшін және де гипотеза құруда ол диагноз қоятын кезінде дәрігерлер үшін өте қажетті біліктіліктің бірі болып табылады. Яғни барлық емдеу процесі дұрыс қойылған диагнозға тәуелді болады. Егер де ол диагноз дұрыс қойылмаса, сәйкесінше емделуде дұрыс бағытта болмайды. Яғни бұл жердегі гипотеза құруды ұсынуымыз әрбір қойылған сұраққа өздігінен ізденіп, жауабын таба білу. Алғашқы уақытында әрине қиын болады, оқытушының көмегімен жүреді. Одан кейін уже оларда біліктілік қалыптасады. Сол әдістемеде физика пәнінің бір ерекшелігі пайдаланды. Оны өзіңіз айтқан әдістемені жаңа қорытындылаймыз, гипотезалаймыз дегенді орында пайдаланмаса, баршар оны шөкілер ғой. Ал от физикалық пәннің ерекшелігін пайдаланып, сол әдістеменің бір несін неттіңіз бе, дамыттыңыз ба? Сол бойынша жұмыс жасадық. Ол жерде жалпы физиканың нақты бір несін айтайын ба? Сізге бәріміз сияқты ғой. Пән биология болса да, химия болса да. Жоқ. Солай ма? Жоқ, бұл жерде физикалық ұғымды тереңірек қазір айтамын. Яғни Коротков әдісі бойынша сабақ беру үлгісінен қысқаша тоқталатын болсақ, ол жерде тек қан қысымын өлшеу арқылы адамның бойындағы екі қысым систола мен диастола аралығындағы қан қысымдарын өлшеу арқылы олардың қай жалпы адам қысымы көтерілген кезде оны өлшеу. Негізі мен түсінбеймін, физикаға негізі мына көрнектілік тән ғой. Сол көрнектілікті пайдалану керек болсын ба? Соны қалай көрнекті? Әдістемеуде жаңа гипотеза отырсын. Сол лабораториялық жұмыстарда бізде сахарометр, рефрактометр, аудиометр деген лабораториялық құрылғылар бар. Соларды адам, мысалы, адамның қан тамырының өзін капилляр түтік ретінде, одан кейін сыну көрсеткіштері арқылы, яғни ультрадыбысты зерттеу барысында олардың қандай әсер ететінін анықтауға болатындығын көрсеттік. Келесі сұрақ бар ма? Профессор. Біріншіден, сіз физиканы пайдаландыңыз ба? Bir жерде айттыңыз, медициналық биофизика деген пәнді оқыдым деңіз. Соның конкретно қайсысын оқып, соны тәжірибеңізді орындадыңыз? Қазір медициналық жоба. Физика өз алдына бөлек пән. Вот медициналық биофизикасы жаңа жерде айттыңыз, ол өз алдына пән. Соның қайсысын
практика жүзінде, теория жүзінде пайдаланған студенттермен жұмыс істеу керек. Екінші сұрақ. Біз жақсы білеміз, жаратылыстану ғылымдары, физика, химия, биология бір-бірімен тығыз байланысты. Сондықтан сіздің ең басты мақсатыңыз физиканың теориялық мәселелерін айту барысында пәнаралық байланысты қолдану ғой. Вот, пожалуйста, жүйке жүйесі мен электр тоғының өтуі бұл физикалық құбылыс. Соны тәжірибе жүзінде, физикалық тәжірибе жүзінде қалай дәлелдедіңіз? Мінекей, действительно, жүйкенің жүйесімен осындай құбылыс болады. Оның жаңағы электропотенциалдар қалай өзгереді, мембрандық потенциалдар қалай өзгереді, қалай электр тоғы бір жерден екінші жерге ауысады. Сальтаторлы движение деген бар электр тоғының еркін жүйесінің бойынша. Екінші жаңа сіз айттыңыз, гидродинамиканың заңы, гидродинамиканың физикалық заңын қан тамырымен ағатын жылдамдығын, көлемін есептеуге болады деңіз. Оны қалай пайдаландыңыз? Гемодинамика мен гидродинамиканы қалай салыстырып көрсеттіңіз? Вот чисто практический, теоретический. Сұрағыңызға рахмет. Осы жаңа атап өткенімдей, медициналық жоғарғы оқу орнындағы физика пәні осы жаңа бағдарламаларға сай толықтырулардан кейін медициналық биофизика деп аталды. Және оларда бірінші курстарында тек сол пән ғана өтіледі. Біз шетелдік зерттеулерді жүргізген кезде де ол мысалы жақын Ресей және көршілес мемлекеттерде медициналық биофизикамен қатар физика пәні бөлек өтілетінін анықтады. Ал біздің Қазақстанның білім беру жүйесінде тек медициналық биофизика ғана қалып отыр. Сондықтан біз ол жерде биологиямен пәнаралық байланысы болғандықтан студенттердегі физикадағы білімдерін жетілдіру мақсатында медициналық мамандықтарға арналған физика деген элективті пәнді ұсынуымыздың себебі де осында. Ал пәнаралық гидродинамикалық физиканың заңын қан тамыры гемодинамикадағы қолдануы деп сұрап отырсыз. Бұл жерде біз ең алдымен осы бірінші қан тамырларындағы ағыстар турбулентті, ламинарлы ағыстарды физикалық тұрғыдан емес, енді жаңағы биологиямен салыстыра отырып, адам организмінде ол қалай әсер ететінде бірінші студенттердің қызығушылығын арттыру үшін сол бағытта жұмыс жасадық. Ортуран физикада есепте бар, биология есепте бар. Пуазердің теңдеуін қалай? Иә, Пуазер теңдеуіне көрсетіңіз. Яғни ол жердегі сол формулаларды диссертацияның міндетінде олар қаралған ба осы сұрақтар? Екінші тарауында қарастырылған. Яғни ол жерде біз бірінші ньютондық емес құрылыс жылдамдығында тәуелді болатын сұйықтарды анықтаймыз да, тар тамырлар мен капиллярлар арқылы ағуында үлкен айырмашылықтар болатынын анықтаймыз. Яғни ол жерде электрициттердің бір-біріне жабысып түйін түрдегі бағана тәрізді болатынын бірінші көрсетеміз. Ол арқылы капиллярдағы электрициттің төменгі және жоғарғы жылдамдығы кезіндегі көріністі диссертацияның ішінде сондай мәлімет берілген. Яғни электрицит өте созылмалы майысқақ болғандықтан оның салдарынан қос ойыс дискі түріндегі форма деформацияланып, ондағы болатын капилляр ішіне оңай кіріп шығатын электрицит мембранасының капилляр қабырғасына жанасатын ауданын ұлғайтуымыз керек. Яғни сол арқылы біз деформациялардан Келесі сұрақ. Профессор Ахметов. Могу, конечно, если ошибаться, потому что показатки недостаточно хорошо понимаю литературу. И второе, конечно, медицина и физика далековато. Но на семинаре я был вашим. Помнится, вам вопрос задал, что как надо вам сделать, чтобы посмотреть со стороны медицины на методику преподавания физики. Вы только сказали, да, мы это посмотрим. В принципе, вот я сейчас не вижу именно со стороны медицины. Почему? Допустим, вот вы задачи исследования пишете. 3 задачи у вас всего. Определить содержание физики медицинских вузов. Вторая задача. Выбрать ключевые разделы физики для медицинской специальности и их теоретическое обоснование. Правильно. И третье.
разработать методику преподавания физики в медицинских вузах и обосновать ее эффективность. С нашей точки зрения, членов рабочего совета, у вас только задача третья соответственно. А так, как вы можете физики выбирать, кто преподавать в медицинских вузах? То есть вот этот вот момент, где-то вам надо было, мне кажется, переделать в докладе хотя бы. Я понимаю, диссертацию сразу точно, что точно переделать сложно или что-то в этом роде. Но как-то акценты немножко по-другому расставить, потому что вы должны разрабатывать методику, а содержание физики в медицинских вузах, это вы должны консультироваться с медиками. Да. И вот поэтому, как вы можете это вот объяснить? Біз осы медицина мамандықтарына физиканың қай тарауларын қалай анықтау керек, қай тарауын өту керек екенін қалай анықтадыңыз деген сұрағыңызға жауабым, жалпы біз бұл мазмұнды бермес бұрын бірінші олардың өтілетін кәсіби пәндерінің ішіндегі өтіліп жатқан мәліметтің ішіндегі физикасы қайсы тұсында физикалық білім керек болады. Жаңағы медициналық ақауды болмаса жаңағы патологияны анықтау үшін қандай дәл физиканың құбылысы керек болатынын. Баян, я снимаю вопрос, знаешь почему? Потому что методики есть преподавания и для инженеров каких-то, и для медицинских, и для химиков. Нас лично интересует сейчас методика, именно преподавателей. А вот какие разделы, это должны выбирать те специалисты. Поэтому все-таки распыляться нельзя. Вот и все. Ну, здесь в большей части профессионально направленное обучение. Поэтому, наверное, было направление содержания. Содержание самое Содержание определенных стандартов. Тут не можем идти туда-сюда. Там все определено. Там нельзя. Пожалуйста, Шолпан. Это как раз дополнение. Что отсутствует. Баян, жалпы сіздің жаңа бағынан кеңес мүшелері қойып жатыр ғой, сіздің негізгі әдістемедегі тұжырымдарыңыз не дегенде былай жауап беруім керек, іс-әрекетке кәсіби бағдарланған әдістеме негізінде деп. Қарашы, сен ол мына аңдатпаңда жақсы жазылған, соның ішінде менің сұрағым шығармашылық және зерттеуге арналған лабораториялық практикалық жұмыстар дегенде сол көрсете қойсаң, мына бағанағы сұрақтың бәрінің шешімі Выступление Шолпан Карбаева, кейін выступите, сонда айтасыз соны. Сұрақтар қазір, мәселе сұрақта қазір. Жоқ сол лабораториялық практикалық жұмыстарды көрсетпей ме? Практика жүзінде жазады, оны учить. Член, жоқ, профессор Сыдыков, кеңес мүшесі. Баян Сапарбекқызы, жаңа сіз эксперимент жұмысын бастау алдында бақылау тобымен эксперимент топты таңдадыңыз, иә? Сонда сіз қандай критерийге сүйендіңіз? Қалай таңдап алдыңыз сол топтар? Сол туралы айтыңызшы. Жалпы ең алғаш бұларды топқа бөлмес бұрын біз арнайы дайындалған тест тапсырмаларын жүргіздік. Олардың мектептен оқуға түскеннен кейінгі физикада жалпы қандай білім деңгейі бар екенін анықтау үшін. Соған сүйене отырып, оларды топқа бөлдік. Яғни әрқайсысындағы қызығушылықтарына қарай. Топқа бөлгеннен кейін де біз сабақ жүргізу барысында оларды ішінара топқа бөліп, бір-бірімен бәсекелестікті тудыру үшін арнайы тапсырмалар беріп отырдық. Яғни эксперименттік топта жүргізілген ол жұмыс. Ал бақылау тобында сабақ қалай өтілді, кәдімгі күнделікті жүйеде сол күйінде ары қарай жүргізіліп отырды. Сұрақ жоқ па? Онда отырмыз. Сөз келесі мүмкін жетілмеген жердің қазір ғылыми жетекшілері бар. Біреуі сөшілді 2 доктор, профессор, біреуі доктор Фисматов, біреуі доктор Беднау. Жетпеген жері сол істер жетілетін болады деп ойлаймыз. Сол себептен сөз бірінші ғылыми кеңесшісі, физика, математика ғылымдарының доктор, доцент Тұрманбеков Төлебай Абдрахманға берді. Қазір заманда білесіздер, ғылымның, техниканың және технологияның дамуы өте қарқынды дамып жатыр. Соған байланысты біздің
білім беру бағдарламасы да дамып отыру керек. Соған байланысты көп оқу бағдарламалары көп жағдайларда көп бағытта өзгеріп жатыр. Соған байланысты біз мынау медицинаны баянға осы тақырыпты бергенде медицина мамандары өте жақты, өте күшті білімді болу үшін, жаңағы өз маманын жақсы білу үшін бізде физиканы жақсы білу керек деген ойменен біз осы тақырыпты бердік. Енді бұл кісі бізге біздің қойған тапсырманы толық орындады деп білемін, себебі бұл өздігінен жұмыс істеп көп жерде көп тапсырмаларды өзі зерттеліп, Россияға да барып, Румбештамамда бірге жұмыс істеп, барлық жерде Москваға да барып, осы бағытта жұмыс істеп, библиотекаларда болып, өте жақсы жұмыс істеді, өте еңбекқор қызымыз. Енді не айтам, осы кеңестерден сұрайтыным, қолдаңыздар. Жақсы. Екінші ғылыми жетекші, кеңесшісі, педагогика ғылымдарының докторы, доцент Байзақ Үсен Ахметұлына берді. Құрметті әріптестер, құрметті ғылыми кеңес мүшелері, тыңдауға келген жастар. Баян өзінің жұмысының негізгі мақсат ретінде мынандай нәрсе алды. Ал енді біздің жұмыстың аты кәсіби бағыт деп аталып отыр. То есть біз анау оқытамыз, не деді ғой, жаңа стандартта шығып кете алмаймыз. Алмасенбеков жақсы айтты, бізге беріп стандарт бар, соны артық шығып кете алмаймыз. Соның ішінде аналарды бір оқытамыз, құр оқыту, жаңа оқыту болмайды. Жаңағы клиникалық пәндердегі көргенімізді біз мынаған неге қолданбаймыз деген ой келген. Тапсырма берілді деп сонда байқағанымыз, былай болып шықты. Мысалы заңдылықтарды қолданатын үш оқулықты атап шықты. Ішінде осы физикаға қатысты диагностикалық әдістер 7 айтылады, көп сұмдық. Соның бәрі жинап алып, ұмытпасам, 30-ба 40-ға бір мысал келтірілген бар жұмыстың ішінде. Мысалға ультрадыбыс әдісін анықтайды. Анықтау себебі физиканың мына заңына негізделген. Радиоактивтілік мынау, анада мынау деп кете берген көп еді оны. Сөйтіп біз жаңағы оқулықтағы жетпей жатқан нәрсені толықтырдық. Ең бір негізгі біздің қолымыз жеткізген осы. Оқулықтар жалаң. Ультрадыбыс қолданады, радиоактивті қолданады, аны қолданып айтып кете берген. Мысалмен бекітілмеген. Ал енді егер солай бекітсек, көрсетсек, бала жайған оқымайды, қызығады, маған керек болады екен деп. Мен осындай нәрселер өте үлкен проблема бар. Мен соның біреуін біз шешкен болдық. Конечно, бұл жерде енді айтып жатқан сындарыңыз, айтып жатқан ұсыныстарыңыз бар орынды, онымен қосыламын. Ал енді біздің негізгі жаңалығымыз, негізгі ұсынысымыз осы оқулықтағы жетпей жатқан физикалық құбылыстарды медицинада қолданған уақытта қай жерде қалай қолданылды, қандай мысал келтірілді. Заңдылықтың нәтижесінде біз не алдық, біз осындай мәселені ашып көрсеттік. Жұмысты қарап көрдіңіздер, жұмыс тамаша. Ал енді құрметті кеңес мүшелері. Сіздерден бірақ өтініш, мүмкіндіктеріңіз бар болса, қолдауыңызды сұранамын. Құрметті әріптестер, құрметті кеңес мүшелері, шетелдік кеңесшісі Румбешева Елена Анатольевна Томск университетінен өз келетін оғанына байланысты, соның пікіріменен таныстыруға ғалымтақшыға сөз берді. Нақты жадайқысы шаңа прерогативтеріңіз. Отзывы орыс тілінде берілген, бірақ нотариалды түрде аудармасы жасалып, расталған. Сондықтан да қазақшасын оқуға рұқсат етіңіздер. Түп деген жерлер болмайсыз. Томск қаласының мемлекеттік педагогикалық университетінің жалпы физика кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, ғылыми жетекші кеңесшісі Румбешканың Уалиханова Баян Сапарбековнаның диссертациялық жұмысына берілген пікірі. Уалиханованың диссертациялық жұмысында медициналық жоғары оқу орны студенттерін дайындау барысында физика курсын оқытудың кәсіби бағдарын қалыптастырудың әдістемелік жүйесі ұсынылған. Бұл жұмыста тәжірибелік шеберлік пен дағдыны белсендіру физиканы оқытудың кәсіби бағдарын қалыптастыру шарттарының бірі болып табылады. Білім беру мазмұнын дамытудың жаңа технологиялық деңгейі білім берудің жаңа сапасымен қамтамасыз етеді. Уалиханованың диссертациялық зерттеу жұмысында педагогикалық технологиялар болашақ дәрігерлерді кәсіби дайындауда физика курсын оқытудың кәсіби бағдарын қалыптастырудағы маңызды педагогикалық шарт ретінде қарастырылған.
Педагогикалық технологияларды қолдану арқылы физика курсын оқытудың кәсіби бағдарының жаңа нәтижелеріне қол жеткізді. Оның ішінде ғылыми жаңалықтар мен теориялық маңыздылығына да. Медициналық жоғары оқу орны студенттеріне физика пәнін оқытудың кәсіби бағдары қарастырылып, оның негізгі шарттары негізделген. Жалпы студенттердің кәсіби бағдарлығын қалыптастырудың ерекшеліктері анықталған, әдістемелік жүйенің құрылымдық үлгісі жасалған, бөлім берудің мазмұны, әдістер мен құралдары ұсынылған, физика курсын оқытудың тиімділігін бағалау, медициналық жоғары оқу орындарында студенттерді кәсіби бағдарды қалыптастыру үшін заманауи педагогикалық технологияларды қолданып, тәжірибелік экспериментте тексеріліп, нәтижесі алынған. Диссертация болашақ дәрігерді дайындау процесінде оң үлесін қосады және алынған нәтижелер кәсіби қызмет барысында қолданылуы мүмкін деп болжануда. Осы жоғарыда аталған жұмыстардың негізінде диссертациялық жұмыс философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін ізденушіге қойылатын барлық талаптарды қанағаттандырады. Оның авторы Баян Сапарбекова Уәлиханова физика мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алуға лайық деп шешім қабылдаймыз. Қабылданады ғой. Құрметті кеңес мүшелері, келесі сөз ресми рецензент, бірінші рецензент, физикалық математика ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика техникалық факультетінің профессоры. Онысынды құрметті кеңес мүшелері, мен барлығын оқып жатудан қажет жоқ деп ойлаймын. Сондықтан негізгі талапқа сәйкес келетін барлық көрсеткіштер айтылды, анықталды, пікірде мына жерде жан-жақты талданды. Сондықтан аталған мәселелердің төңірегіндегі менің өз пікірім өз алдына мен жерде қорытынды түрде көрсетілді. Мен тек қана жұмыстың аталмыш жетістіктермен қатар біраз ескертпелерге тоқталсам деп ойлаймын, негізгі қарсы болмасаңыздар. Өйткені себебі мен бұл жұмысты бір емес 3 рет талдаудан өткіздім. 2 рет семинарда талдауға қатысып, 2 рет біраз өз жұмысқа сәйкес жіберілген кемшіліктер мен ескертпелерді түгелдей көрсетіп, олардың жан-жақты талдауынан өткізіп, мына ізденушімен бірге отырып, барлығын көрсетіп, содан кейін оларды жөндеп алып келгеннен кейінгілермен қайтадан танысып, 2 рет семинарда баяндама жасап, солардың нәтижесінде 3-ші рет негізгі ресми пікірімді міне осы жолы әкеп отырмын. Соның түзетуінің нәтижесінде, соларда өңдеудің нәтижесінде, соларда қайтадан қараудың нәтижесінде ізденуші қызымыз көптеген өзгерістер енгізіп, жетекшісімен ақылдаса отырып, осы жерде жұмыстың бүгінгі деңгейіне қол жеткізіп отырмыз. Міне сондықтан менің де бұл жолы уже ең соңғы ресми пікіріме уже аталмыш кемшіліктердің көпшілігі жойылып, так ескертпешелер ескеріліп, түзетулер кіргізіліп, нәтижесінде менің мына жерде атайтын кемшіліктерім де уже азайып қалған секілді. Сондықтан сол ескертпелерге қысқаша ғана тоқтап өтейін. Диссертациялық жұмыстардың студенттерге кәсіби білім берудің теориялық негіздерін қалыптастырудағы пікірлер жиі кездескенімен, негізгі материалдар ғылыми шолу түрінде баяндалады және теориялық жаңа көзқарасты анықтау біріншіден мүмкін болмады. Екіншіден, диссертацияда талданатын ғылыми жұмыстардың оңтайлы тұстарымен қатар кемшіліктерінің болуында заңды құбылыс болғанына қарамастан, оларға сын көзбен саралау жүргізілмеген. Мен бұл жерде айтып отырғаным, ана жұмыс былай, мына жұмыс былай деп әрбір авторлардың жұмысын келтіргенімен, сол жұмыстың ерекшелігін, кемшілігін, немесе жетістігін саралау мәселесіне сын көзбен қарау жүргізілмеген. Үшінші, диссертация біз істедік, көз жеткіздік, біздің зерттеуіміздің текілді бейресми жұмыстың меншігесін сипаттайтын әрсіз сөздер жиі кездеседі. Осыларға бала көңіл аударса болашақта. Төртінші, диссертациялық жұмыстың кіріспесінде көрсетілген автордың жариялаған 18 еңбегінің тек жалпы әдебиеттер тізімінде 6-ы ғана сілтеме көрсетілген. Ол шынына келгенде 18-і түгел аталу керек еді, талап бойынша. Соның ішінде Республика Қазақстан ұлттық ғылым академиясының хабаршысында жарияланған және Scopus қорына кіретін американдық журналдың еңбектер аталмаған.
диссертацияның 5-ші мәтінінде қайталанатын қысқарған сөздерге, түсінуге қиындық туғызатын ұғымдар мен оғаш сөйлемдерге қате жазу арқылы мүлдем басқа түсінік қалыптасатын атауларға жол берілген. Мысалы, стимуляция деген сөзі симуляция деп кеткен секілді дегендей. Енді аталған кемшіліктер мен ескертулер диссертациялық жұмыстың жалпы құндылығы мен практикалық маңыздылығын төмендетпейді. Сондықтан мына пікірдің қорытындысы ретінде 6D01130 физика мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін дайындалған Баян Сапарбекқызы Уәлиханованың медициналық жоғарғы оқу орнында физиканы кәсіби бағытта оқытудың әдістемесі тақырыбына жазылған диссертациялық жұмысын ғылыми жаңалығы дәйекті, практикалық құндылығы жоғары, толық және толық аяқталған еңбек бағалауға болады. Ал оның авторы сол мамандық бойынша философия докторы дәрежесін алуға лайық деп есептеймін. Мөр басылып, қол қойылған. Рахмет. Ал енді сіздің мына ресми пікіріңіздегі сын пікірлеріңізге жауап беру үшін ізденіш жүргізіледі. Сын пікірде көрсетілген ескертпелерді болашақта жұмыста ескереміз. Сұрақтарыңызға рахмет. Онымен келісемін. Сөз екінші ресми рецензент, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Сүйіншина Шолпан Мырзақасымқызына береді. Құрметті кеңестің төрағасы Ана Есенбекқызы және осы кеңестің мүшелері, мен де қысқарақ айтып кетсем деп ойлап отырмын. Өйткені мен бұны 2 рет оқып шықтым, толық рет. Бірінші рет пікірін албай Есенбектің өзі біледі, орыс естейін бе деген негізінде. Содан кейін екінші рет оқып шыққаннан кейін де диссертантпен бірге жұмыс істедік. Бала көп жетістіктерге жетті. Енді жаңа сіздердің қойған сұрақтарыңызға бойлаш, ең бірінші бұл тақырыптың өзектілігі. Мемлекеттік бағдарламамен байланысы дейтін болсақ, 2016-19 жылдарға арналған денсаулық мемлекеттік бағдарламасында кадрларды даярлаудың практикалық бағытталуы төмен, білім беру бағдарламалы жетілмеген күйде деп айтылған. Сонымен қатар ғылыми зерттеулердің бәсекеге қабілеттілігі төмен болуы, оның практикалық маңыздылығы қанағаттанарлықсыз деп жазылған. Сонымен бірге бұл жерде мамандар медициналық құралдарды қолдана алмайды деген. Соның нәтижесінде деп ойлаймын. Ең бірінші бұл тақырыптың диссертациялық жұмыстың ерекше өзекшелігі физикалық құбылыстарды диагностика мен емдеу ісінде және медициналық құралдарда қолданудың негізі себептерін ашып көрсетуі. Сонымен бірге мұндай физикалық факторларды адам ағзасына әсерін талдауы, оны қолдану туралы жүйелі түрде қарастыруы бұл диссертациялық жұмыстың маңыздылығын көрсетеді деп ойлаймын. Ең біріншісі. Одан кейін тағы да бұл жерде қандай нәтижелері бар деп айтсақ, бірінші медициналық жоғарғы оқу орнында студенттердің физикалық кәсіби бағытта оқытудың теориялық негізін айқындаған, осының негізінде элективті пән бағдарламасы даярланған, эксперименттен тексерілген. Бұнда ізденуші медициналық жоғарғы оқу орнында физика пәнін оқытудың педагогикалық әдістемелік аспектілерін, медициналық жоғарғы оқу орнында студенттерге физика пәнін оқыту мазмұнының қазіргі жағдайын, медициналық жоғарғы оқу орнында физиканы кәсіби бағытта оқытудың қажеттіліктерін талдаған. Медициналық жоғары оқу орны студенттерінің кәсіби бағытта оқытудың теориялық негіздерін саралған және отандық шетелдік ғылыми әдістемелік еңбектерге талдау жасаған, өзіндік теориялық қорытындылар жасай білген. Екінші, жұмыстың мазмұнын анықтауда ізденуші медицина мамандығы студенттерінің жоғарыда курста оқитын кәсіби модульдегі ішкі аурулар, балалар ауруы, хирургия, акушерия, гинекология сияқты пәндерге талдау жүргізе отырып, онда қажет болатын физикалық білімнің мазмұнын талдаған. Талдау нәтижесінде болашақ дәрігерлерге элективті курстың бағдарламасын дәлелдеген. Тағы да бұл жұмыстың ерекше жетістігі элективті курс қана емес, медициналық физика пәнінен тестер жинақтары дайындалған. Мен сонымен бірге бұл жұмысты бағалай отырып, мынандай ескертпелер жасайын. Бірінші, қолданылған әдебиеттер тізімінде кейбір әдебиеттердің беттері көрсетілмеген.
Содан кейін зерттеу негізінен физикалық диагностикалық іс-әрекеттердің маңыздылығына тоқталған. Егерде бұнда физикалық терапиялық іс-әрекеттердің маңыздылығын қоса зерттегенде, бұл жұмыс одан да өзекті болады деп шығушы еді деп ойлаймын. Бұл физика мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін ұсынған медициналық жоғарғы оқу орнында физиканы кәсіби бағытта оқытудың әдістемесі атты диссертациялық жұмыс талапқа сай толық зерттеліп аяқталған. Уәлиханова Баян Сапарбекованың медициналық жоғарғы оқу орнында физиканы кәсіби бағытта оқытудың әдістемесі тақырыбында жазылған диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалығыменен практикалық маңыздылығы дәйекті, жан-жақты зерттелген, аяқталған жұмыс деп есептеймін. Оның авторын физика мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алуға лайықты деп есептеймін. Жақсы, дұрыс өте дұрыс айттың, жаңағы бағдарламалар туралы айтқан, стандарт туралы, мемлекеттік бағдарлама туралы, соның ішінде барлығы бар, өтесің жаңғыртылған. Енді екінші ресми рецензент Шолпан Мырза Қасымқызының сын пікіріне ізденуші жауап береді. Шолпан Мырза Қасымқызы, сын пікірде көрсеткен ескертпелеріңіз бен ұсыныстарыңыз өте орынды. Келсем, болашақта жұмыста оларды ескеруге тырысамын. Рахмет. Құрметті кеңес мүшелері, құрметті әріптестер, осында қатысып отырған бейресми рецензент ретінде сөйлеп диссертацияның мазмұны туралы пікір айтамын десеңіздер, рұқсат. Профессор әдістемемен тікелей айналыспасам дағы өзге советке осы физика мамандығы бойынша маман деп кіргізілгеннен кейін бір ауыз сөз айтқан дұрыс шығар. Екіншіден енді сұрақ беріп отырмыз. Ертең біраздан кейін дауыс бергеннен кейін бір адам шет шықса менен көріп жүресіздер, көп сұрақ берген осы. Сондықтан өз пікірімді айтайын. Дауыс берем деп па? Енді шынында да медициналық мамандардың сапалы дайындалуы бәріміз үшін өте маңызды, адамзат үшін маңызды. Өздеріңіз білесіздер, диагностика өтсек тағы, ем қабылдасақ тағы, олардың нағыз маман ретінде бүкіл құбылыс, бүкіл аурудың мәнін біліп, дұрыс диагноз қойып, сені жақсы емдеп жатса, ол енді бізге содан артық ештеңе керек жоқ. Ал енді физика мамандықтарын сапалы болып дайындау үшін әрине олар физиканы білу керек, негізін. Себебі медициналық диагностика пайдаланатын қазір аспаптар, приборлар, әртүрлі физикалық заңдылықтар мен заңдар. Сонымен химияны, биологияны да білу керек. Ал енді соны аз берілетін сағатта, аз берілетін кредитте дұрыс дайындап, дұрыс нету, бұл шынында да өте маңызды мәселе. Сондықтан мына диссертациялық жұмыстың тақырыбын мен ойлап отырмын, өзектілігі дұрыс ашып айтылған. Енді баяндамада былай айтқанда түсінікті, былай жақсы баяндама болды, негізін түсіндік. Бірақ шамалы былай структурасы дұрыс болмаған сияқты. Енді біріншіден менің ойымша ол кісі мына диссертант бірінші жаңағы әлеуметтік опрос тексеріс жасаған екен, жұрттан сұраған екен. Мынау кім қандай мамандық алған дәрігерлер болсын, студенттер болсын, физиканы білу деңгейін анықтаған еді. Сол басында болу керек еді. Содан кейін барып жаңағы екінші мақсат қойылып, физиканың қай мамандықтар бойынша кемшіліктер бар, қайсысын дұрыс қабылдамаған, қайсысы дұрыс етілмеген. Сол бойынша бөлімдерін анықтап, теориялық негіздеме жасау керек. Содан кейін барып, жаңағы ана коллега әріптесіміз айтты, мазмұнын анықтай алмайсың, қалай анықтадың деп. Сол үшін мазмұнын анықтауға тырысу керек. Бұл енді мазмұн әрине бұл бекітпейді ғой, бірақ анықтауға правасы бар.
Иә. Сол мазмұн өз тұрғысынан мазмұнын анықтап, сол мазмұнын анықтағаннан кейін жаңа өзінің келесі этап әдістемесін жасап, өте дұрыс еді. содан кейін барып жаңағы әлгі құралдармен, лабораториялық жұмыстарын басқамен қорытындылап, бекітіп, өзінің қорытындысын айту керек. Сонда диссертация одан да мықты болар еді. Не дегенмен де мына диссертация бұл жұмысты әрі қарай жалғастыру керек деп ойлаймын. Әлі де енді бір диссертацияға жететін жұмыс бар, бірақ әлі де болса істейтін жұмыстар көп. Сондықтан жолың болсын. Так, екінші сөйлейін деушілер бар ма тағы да? Bir ауыз сөзді аңдырып. Профессор Құрманов. Құрметті кеңестің мүшелері, бүгінгі таңдаған қорғауға арналған докторлық диссертацияның авторы өзінің істеген жұмыстарын біздің алдымызға салды. Бұл жердегі менің айтайын дегенім, жалпы биология ғылымының, оның бір саласы медицина ғылымының дамуы физика, химияға байланысты. Жаратылыстану ғылымындағы үш кит дейді ғой, физика, химия, математика да. Соның ішінде мінекей жер бетіндегі тіршіліктің дамуы, тіршіліктің молекула деңгейінен бастап тұлға деңгейіне дейінгі заңдылықтардың барлығын физиктер ашқан. Вот сондықтан әрине бүгінгі алынған тақырыптың өзектілігі өте зор. Оны біз қалай пайдалана аламыз, ол басқаша. Вот сондықтан мінекей мен мана сұрақ қойдым, тірі ағзалардағы электр тоғын жүретін ең бірінші 1760 жылы Гальбани деген физик ашқан. Естеріңізде болса да, и то случайно ашқан. А содан кейін бары зерттеп келіп оказывается біздің денемізден нерв талшығының бойымен электр тоғы жүреді екен. Сонда жүргізетін не? Қандай қасиеттері? Вот осылардың бәрін айтқан кезде медиктерге айтасыңдар ма? Болмаса қанның ағысы, болмаса электрокардиограмманы әркім жазады. Әркім барады, неғылады, соны қалай расшифровка жасау керек? Ол нені көрсетеді сызықтар? Бұл как раз электропотенциал жүректегі. Сондықтан осындай физикадағы кейбір заңдылықтарды именно теорияны байланыстыра отырып теориямен лабораториялық сабақ кезінде оны көрсетсе, практика жүзінде көрсетсе, өте құптақ болар еді. Шында да дидактиканың бір принцип бар ғой. Теориялық білімді практика жүзінде пайдалана білу. Сондықтан біздің басты мақсатымыз физиканы оқысақ та, химияны оқысақ та, биологияны оқысақ та, олардың пәнаралық байланыстарын дамытуымыз керек. Өкінішке орай, көптеген мектептің мұғалімдері мен байланып жүрмін. Жоғарғы оқу орнының мұғалімдері өзінің пәнінен артық ештеңе білмейді. Даже биологтардың өзінде ботаникасын біледі, генетиканы түсіне қоймайды. Вот бізге физика мысалы биофакта 3 кредит. 3 кредит деген бір талай болды. Сонда келгенде өзінің физикасының формуласын айтып жатады, действительно теория жүзінде, практика жүзінде қажет биология келсе. Осылардың дұрыс айтылмайды. Сондықтан қазіргі кездегі жаңа технологияның басты мақсаты именно кіріктірілген пәндерді интеграция предмет дейді. Интеграция, соларды байланыстыра отырып түсіндіру керек. Осы мақсатта, осы мінекей жаңағы Баян Сапарбайқызының диссертациясы өте өзекті деп айтамыз. Әрине әлі ашылмаған көп сырлары бар. Ол мысалы Баян жалғыз физиканы біліп қоймау керек, биологияны түсіну керек, теориясын да білу керек. Сонда ғана осылар. Сондықтан мен айтайын дегенім, диссертацияның өзектілігі жақсы. Екіншіден мінекей мына жерде қайдерге жасызып қойып едім ғой. Мінекей зерттеудің нәтижесі бойынша медициналық физикалық мазмұнда теориялық білімді бекітудің тапсырмалары, сұрақтары және практикалық лабораториялық жұмыс дайындалды. Дәл осы ғой енді. Осы еңбегінің ең негізі осы. Сондықтан осыны көрсету керек. Методикалық жағынан, басқа жағынан действительно студенттерге үйреттім, осындай нұсқауларды дайындадым. Болашақта осыны басқа студенттер, басқа мұғалімдер пайдаланады ғой. Вот сондықтан барлық өзегі, жұмысыны осы ғой деймін, осыны айту керек. Бұл жалпы диссертация жақсы мен көрген жоғым. Баяндамасына қарағанда, аздап шамалы толқығандық болды. Бірақ ол жағын оппоненттері, сосын жаңағы руководителдері толтырған сияқты. Сәт әрмен қарай тағы дайындай берді.
келесі профессор Аймағамбетова кеңес мүшесі. Кезек емеспін әрине, бірақ та бүгінгі диссертанттың баяндамасын сондай ұнады. Түсіндім өзім айтып отырған. Кезек болмаса да. Нені түсіндім? Біріншіден, мынау жүретін медициналық мамандыққа байланысты жүретін физиканың ішінен сіздер таңдап, қайсы осы кәсіби бағдарға керек деп іріктедік тақырыпты дедіңдер. Осыған түсіндім. Сосын осының ішінде кейбір жетіспей жатқан атаулар бар. Түсіп қалған жаңа атаулар кіргіздік деді. Солай ма? Өте жақсы. Неге ол? Керемет қой енді. Мына атауларын кіргізіп, осы неге бағдарға керек деген. Екіншіден түсінгенім өте талқыланған. Мен қаншама осы советте болып жүрмін, методика жағынан бүгін жақсы берді бұл қызым. Ізденген жаңағы эксперимент кезінде әрбір деңгейді анықтап, мотивациялық деңгейдің өзін үшке бөлгенде мен оны тағы дұрыс түсіндім. Өйткені әуелі не біледі балалар, неге қызығып отыр? Қызыға ма жоқ па осы медициналық не дегеніміз? Екіншіден іс-әрекеттік дегенде тағы үшке бөлдіңіз, оған да жақсы. Мұнда тек қана бір бәрімізді шатыстырып отқан әдістемесін берем дегеннен кейін әдістеме айқын тұру керек еді. Мысалы сіз бастан аяқ көрнекілік, оның ішінде техникалық көрнекілік қолданасыңыз. Солай ғой. Бізде көрнекілік бірнешеге бөлінеді ғой. Сіз техникалық көрнекілік қай жерде қолдандыңыз жаңа айтып. Бірақ сол кезде нәтижесі қандай болды? Мен мына әдісті қолданғанда былай болды. Жобалау әдісіңіз дегенде өте дұрыс. Өйткені қазіргі жобалау ең негізгі әдіс, ізденетін әдіс студенттердің. Сондықтан енді анау кемшілік бола беретін шығар. Бірақ үлкен методикаға талпынысы бар, жақсы бала деп есептеймін, мен жұмысты жақсы деп бағалаймын. Профессор Мағазбаева мүшелері. Қазіргі таңда сіздер білесіздер, білім мазмұны жаңарту деген бағыт алға қойылып отыр. Сол бағыттың бірі деп есептеуге болады. Ол мына алған оқушыларымыз болсын, студенттеріміз болсын, білім алушылардың алға білімін кең көлемді адами қызметте, соның ішінде кәсіби мамандықта қолдану мәселесі ең көкейтесті мәселе. Бірақ жаңа айтып жатырмыз, шынымен бар. Қандай мамандық оқытса, математика керек дейміз, физика керек дейміз, бәрі бағдарлама кіргізеді. Ал бірақ соның қаншалықты мамандыққа пайдаланып жатыр, ол неге пайдаланады, не себептен, одан қандай нәтиже аламыз деген мәселе, бұл әдістемелік ізденістің жұмысы. Мен осы тұрғыдан алғанда, мен ойлаймын, мына жұмыс шынымен дер кезінде қойылып отырған. Одан кейін бұл мәселеде жаңағы ізденушінің көп сұрақтар туып жатыр, ол туындауы да жағдай. Бірақ мына жұмыстың өзінің айтылған жаңа Аймағамбетовна сіздің айтқаныңызға қосыламын. Мынау айтқандарынан әдістемелік бізде түсініп отырмыз. Біріншіден өздері айтқанда жаңағы мамандыққа берер кезде медицина мамандық болса, ол физиканың қандай бағыт, қандай мазмұны негізгі орын алады. Сол мәселені айқындау мына жерде айқындалған. Одан кейін оны жаңағы жеке элективті курс ретінде ұсынып отыр. Яғни бұрынғы беріп отырған білім ол керек, академиялық білім ол бар, бірақ мамандыққа қолдану тұрғысынан оны ашу керек, оны кеңейту керек, оны тереңдету керек деген мәселе ол жерде өз орнын алып отыр. Екіншіден бұл диагностикалық тұрғыдан 4 бағыттағы жаңағы айтып отыр ғой, мамандыққа жоғары курстарда мамандандырылған кезінде өз 4 мамандыққа ортақ диагностикалық мәселені қалай қою керек, соған студенттерді қалай дайындау керек деген мәселенің өзінің шешімін тапқан сияқты. Күрделі. Енді осы тұрғыдан алғанда әрине бұл жұмыс өте жақсы қойылған деп есептейміз. Енді жаңа сұрақтар қойылып жатыр, барлық сұрақтар өте дұрыс қойылып жатыр. Ол сұрақтарға кейде мына жұмыс айтылмаған себебі, мен мына жерде қорытынды қазір айтайын дейтін едім. Қорытындыда мысалы жаңа қандай нәтиже алынды, содан кейін практикалық маңызын не дегенде, соның формулировкаларын дұрыс нақтылау қою керек. Қорытындыны талқылаймыз ғой. Жоқ, айтылады ғой. Сол меніңше осы жерден қорытындыдан көрініп тұр да енді. Сол мәселелерде ол нақтыланғанда, ол мына жерде жаңағы сұрақтарға біраз дұрыс жауап беремін деген. Сондықтан мен ойлаймын, мына жұмысты мен кезінде алғайсын деп, осы мәселенің бір математик, медицина, академия медицина Ақтөбеде
математика ізденушіге берген едім. Математиканы қалай бағытта оқыту керек кәсіби? Қайда оқыту берді? Медициналық, именно медицина, академия. Академияда осындай математиканы енді қалай қолдану? Қолдану бағыты бар. Жоқ, сол қалып қалды да өкінішке қарай. Мен мына жұмыстарды көріп тұрмын, физиктер осымен айналысып жатыр екен. Енді алдағы жұмыстарда жақсы нәтижелер беріп, әрине мына айтылған кеңес нелердің бәрін ескеріп, жақсы маман болады ма деген ойдамыз, сондықтан жұмысты ұсынуға болады ғой деп ойлаймын. Рахмет. Жеткілікті ма? Профессор Мубараков, кеңес мүшесі. Сонымен тоқтайды. Мынау кәсіби бағдар деген, кәсіби бағдар расында да өте өзекті қазір проблема болып тұр қоғамымызда. Мектеп бітіретіндер келешек қандай маман алатынын білмейді. Оқып жатқан студенттер болашақ мамандар. Ана мамандығын алғысы келмейді, оған барғысы келмейді. Сондықтан мына диссертанттың диплом алғысы келеді. Диплом алғысы келеді, ана жұмысқа барғысы келеді. Сондықтан диссертанттың мына физика пәні арқылы медицина институтта оқытып, оларды келешек жұмысқа баулып, үйретіп, бір қоғамға бір өзінің қажеттілігін, жұмыстың керектігін көрсетіп, сондай бір талабы бар екен. Батыл жұмыс, қажетті жұмыс деп мен ойлаймын. Осы жерде әріптестер қойған сұрақтар орынды, өте дұрысты. Сұрақ көп болғанда жақсы. Яғни жұмыс қызықты. Мен ойлаймын, әрмен қарай ондай жұмыстарды әрмен қарай жалғасы болады деген сөз. Болады ғой, жалғасы оқулықтың бәрін тасталған шығарып тастадық, енді Ана жерде бір соты дейсіз, тасталып мүмкін. Сосын мына жерде жазған міндеттерін диссертанттың мына жерде бір не, расында да әріптестер айтқан, как определить содержание физики. Бір физиканы методистер шешетін мәселесі емес, ол, наверное, методист и физик бар, и басқа да медицина бар, солармен ет шығады. Бірақ бұл жерде бұл өзінің несін айта алмай қалған бала. Она, наверное, имеет в виду по отношению к данному исследованию? Сөйтіп айту керек еді. Определить содержание физики с точки зрения профессиональной направленности. Он большой опыт. Сөйтіп басып айту керек еді. Ваше замечание, значит, Екінші міндетті солай басып айту керек еді. Профессиональный направленности. Сосын үшіншіде әдістеменің мен қойып деп ойладым, әдістемесі туралы айтты, бірақ өте қысқаша айтты, сосын барып сұрақтар осы жерде тұрды. Мен бұл жерде әдістемесін көріп қалдым, оны басып айту керек еді. Әдістемесі бұлай ол кісінің. Қазына Аймағамбетовна екеуіңіз ғана бөліпсіз. Анау жобалау технологиясы, гипотеза, сосын үшіншісі немене тағы? Мектепті қолданған, бірақ ашып айтпайды. Айтқан, өте тамаша сөзбен айтқан. Сенаны қайта қайтарайық. Так, болды. Ұштастырамыз деген. Ұштастырамыз алмайсың. Бұл енді руководительдеріне, құралы. руководительдеріне істелетін замечание. Сосын әріптес дұрыс айтты, көрнекілік қалай? Физикада болмайды, көрнекілік әрине қажет. Осы жерде мен диссертацияны оқығанда көріп қалдым, кейбір жерде ақпараттық технология деп айтқан екен. Осыны басып айту керек еді, ақпараттық технология деп. Ақпараттық жүйелер деп. Әр пәндің ақпараттық жүйелері бар. Қазір кеңінен қолданылады. Соны басып айту керек. Біздің ағамыздың деңгейіне түсіп кетеміз ақпараттық. Бұл енді бұл жерде енді сосын сол әдістеменің несі қалай? Енді өнімділік бұл, дельта X көтеріп отырса, көтеріп отырса, төменгі жоғары көрсетіп отырса, сол көрсетіп болушы еді. Жалпы жақсы талабы бар. Тырысып, жауаптар берді. В принципе, методика, да, пока медицина, да, она большая и физика большая. И слышно, сейчас много применяется физических методов, и невозможно все в одной диссертации писать. И поэтому вот методику применения, Баян, надо было бы тебе как-то обобщить, чтобы эта методика действовала для всех вот этих методов физических. Тогда уже это было бы более обобщенно. Допустим, вот даже сердце как отвечают? Электрокардиограмма, УЗИ, коронарная томография, еще чего-то.
Вот на одном даже примере вот это все вытаскиваешь и говоришь, вот это по физическим вот эти дела, и лучше вот это. И методика вот уже немного меняется. Так, құрметті әріптестер, кеңес мүшелері жеткілікті ма? Ал енді құрметті әріптестер, қорытынды сөз ізденушіге беріледі. Құрметті диссертация кеңесінің мүшелері, төрайым, бұл бүгінгі баяндамада ұсынылған ескертпелер мен ұсыныстарды болашақ жұмысымда ары қарай жалғастырамын. Рахмет. Құрметті кеңес мүшелері, диссертациялық жұмысының қорытындысын шығару үшін не болды, не болмады деген мәселе ғой. Шығару үшін біз есеп комиссиясын сайлауымыз керек. Есеп комиссиясының құрамына ұсыныстарыңыз бар ма? Ұсыныс сонда былай болады: Мубараков Ахан Мубаракович, Халкова Лира, Заманбековна және Шілдебаева. Кім келіседі, қол көтерулеріңізді сұраймын. Сіздер жұмыстарыңызға алға кірісіңіздер. Қорытындысын жариялау үшін сөз есеп комиссиясының төрағасы профессор Мураковқа беріледі. Есеп комиссиясының құрамы Мубараков, Шілдебаев және Халикова. Уәлиханова Баян Сапарбекқызының физика мамандығы бойынша философия доктор дәрежесін алуға ұсынылған диссертациясының жасырын дауыс беру нәтижелерін санау үшін комиссия сайланған еді. Диссертациялық кеңестің құрамы 22 адам болып бекітілді. Кеңес құрамы шешуші дауыс құқығына ие қосымша адам ешқандай адам енгізілмеді. Мәжіліске 15 кеңес мүшесі қатысты. Соның ішінде қарастырылып отырған диссертация тақырыбы бойынша 2 ғылым докторы. Таратылған бюллетендер саны 15, таратылмаған 7, жәшіктегі бюллетендер саны 15. Уәлиханова Баян Сапарбекқызына 6D01130 физика мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін беру туралы сұрағына қатысты дауыс берудің нәтижесі: қарсы емеспін 15, қарсы 0, жарамсыз бюллетен 0. Есеп комиссия төрағасы Мубарак, комиссия мүшелері Шілдебаев, Халикова. Құрметті әріптестер, қолдауымыз керек, кеңес мүшелері. Бір ауыздан қолдауымыз керек. Бір ауыздан бекітілді. Құрметті әріптестер, Қазақстан Республикасы білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің ережесіне сәйкес есеп комиссиясының хаттамасы бекітілді. Енді осы Баян Сапарбекқызының диссертациясы бойынша қорытынды қабылдауымыз керек. Қорытынды. Қорытындының жобасы қолдарыңызда бар. Осы жобаны қолдаймыз деп қойып, жалпы жоба бекітілді. Ал енді жоба бойынша қандай пікірлер болады? Пікірлер өте ұзақ жазылған. Қорытындыда өзектілігі өте жаңағы не жазылған. Мағаның барлығын меніңше қарап шығу керек болады. Қорытындының мынау жобасы ғана. Енді мына қорытындыны жасау үшін жаңа осында берген сын пікірлер бар ғой. Сол сын пікірлерді ескере отырып, мына қорытындыны жасап шығамыз. Келсесіздер ғой. Сол бойынша қорытындыны бекітуді күн көтереді. Оны жаңа жетекшілермен бірге жасасын. Екінші, мынау жаңа диссертацияның классификалық белгілерін бекіту керек. Бірінші, диссертация нәтижелерінің сипаты. 1-2. Диссертация нәтижелерінің жаңалық деңгейі. 2-2. 2-1. Жалпы кәсіптік физиканы кәсіптік бағдарда медицина саласында оқу мәселесі бойынша үшінші, диссертация нәтижелерінің құндылығы. 3-1 жоғары. Диссертация тақырыбының жоспарлы зерттеулермен байланысы. 4-2.
Диссертацияда қолданбалы мәні бар нәтижелердің ендірілу деңгейлері. 5-3 жоғары педагогика оқу орны саласында. Жалпы диссертациядан қолданбалы мәні бар нәтижелердің кеңейтілген қолданылуы бойынша ұсыныстар. Ауқымды кеңейтілді қолданылуды керек етеді. Сол себептен алдында сонымен бүгінгі күн тәртібіндегі мәселе аяқталды. Жаңағы Сапар Баян Сапарбекқызы сізді қорғауыңызбен құттықтаймыз. Қайсы? 5-3. Жалпы міне мен өзім таңғалған 5-3-те неге жоғары педагогика оқу орны деп жазылған? Жалпы жоғары оқу орындарында. Жоқ, жалпы жоғары оқу орнында болатыны оның мына диссертацияның теориялық жағы, теориясы. Ол жаңағы кәсіптік бағдарда оқыту деген не? Оны қай сала болсын қолдануға болады ғой. Онда салааралық деңгейде.